Абайдың 34-ші қара сөзі. Жұрттың бәрі біледі, өлетұғынын және өлім үнемі қартайтып келмейтұғынын, бір алғанда қата жібермейтұғынын. Қазақ осығанда амал жоқ нанады. Анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хәммәні жаратқан Құдай бар ақыретте сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруы да, жарылғауы да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп, бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты, жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре алмаймыз? Оны қайтып түзете алмаймыз. Оларды мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде-кім ақыретте, құр дүниеде де қор болмаймын десе білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы, олар да бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсе бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы, ақырет қайғысынан, ақырет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай берер біздің қазақ та мұсылман екен. Егерде екі нәрсе кез болса, бірі ақыретке кезікті, бірі осы дүниеде керекті бірін алса, бірі тимейтұғын болса, сонда біреу ақыретке керектін алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ, егер кез болмайтұғын болсаң, кең Құдай өзі кеңшілікпенен кешіреді дағы. Мына кезі келіп тұрғанда мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектіні алса, енді ол кісі жаным берсе, ақыретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына, адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімнің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей ақыретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, көрден мақшарда сұралуың бәрі бірдей екі дүниенің қайғысына, пәлесіне, қауіптің, екі дүниенің жақсылығына, рахаттың бәрі бірдей екен. 5 күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің. Өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреуің білгендігіңнен, білместігіңнен таластырып біреудің бағына, малына, күндестік қылып, я көрсеғызарлық қылып, көз аларыспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшілік әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы ба? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылың жоқ, не ғылымы жоқ бола тұрса, өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой Тәңір-ай деп таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам?